Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Мадина каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай қытырлап пісетін, өте дәмді болып шығатын вафлидің рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Вафлидің толық рецептісін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне құмшекерімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне сүтімізді құятын боламыз. Араластыра отыра сары майымызды құятын боламыз. Ұнымызды бірнеше бөлікке бөле отырып, қоймалжың сұйықтық алатынбыз. Массамыздың осындай қоюлықта болғаны жақсы. Ең алдымен вафлицамызды қыздырып аламыз. Бір үлкен ас қасық сұйықтығымызды құямыз. Мен кішкентай ожауды пайдаландым, өзіме сол ыңғайлы болды. Вафлидің формасын ыстықтай кезінде жасаған жақсы. Қолмен ораған ыңғайлы. Трубочка ретінде істесек те болады, немесе гүл тәрізді етіп орасақ та болады. Осындай етіп гүл тәрізді етіп орасақ та болады. Әдемі болып шығады бұл да. Немесе осындай гүл сияқты етіп істесек те болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Вафлиларыңыз осындай қытырлап, өте әдемі, дәмді болып шығатын болады. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.